Ассалаумағалейкум, құрметті Корея үкіметінің оқырмандары. Бүгін біз Оңтүстік Кореяның Пьонтек қаласына келдік. Бұл жерде Корея көмекке өтініш берген Қазақстан Республикасының азаматымен келдік. Жалпы бұл отандасымыз бізді 2 ай бойы күткен. Себебі бізде өте визиттер көп болғандығына байланысты 2 ай күтіп қалды. Бұл отандасымыз Оңтүстік Корея елінде кәріс азаматына алданып қалған. Ол қалай алданған? Әлеуметтік желі арқылы iPhone Pro Max телефонын 9 штугын алған. Бұл телефон оригинал емес, телефонды үйіне келіп қараса жай ғана пластмасс. Қазір мысалға мына телефонды сіздер көрсеңіздер болады, сіздер бұны оригиналды ойлайсыздар. Бұл телефон емес, яғни витриналарда тұратын жай ғана пластмасс. Осындай телефонды 9 штугын алған, және қазіргі таңда келген шығын 14 миллион 650 мың. Сондықтан, құрметті отандастар, бұл видеомен біздің не айтқымыз келеді? Өте көп отандастарымыз самат біз алданып қалдық телефон алып, біздің ақшамызды бермей жатыр деп қоңырау шалып жатыр. Біз бұл нәрсені қайта-қайта айтып жатырмыз. Оңтүстік Корея елінде әлеуметтік желі, телефон алу, Инстаграмда болсын, Телеграмда болсын, Фейсбукта болсын, әртүрлі корейский сайттарда болсын, телефон алмаңыздар. Олардың барлығы алаяқтық жасап жатқандар. Сондықтан осы бізді көріп жатқан отандастарымызға да айтарым, осындай телефон алатын кезде сақ болыңыздар. Сақтықта қорлық жоқ. Қазір келіп, біз осы жерде мысалға регистрацияны істедік, тіркедік. Бұл отандасымыз заңсыз мигрант екен. Соның өзінде де біз бұл отандасымызды құқығын қорғап, арызды жазып, тіркетіп кеттік. Алдағы уақытта бұл азамат міндетті түрде жазасын алатын болады. Себебі Корея елінің заңдары қандай қатал екендігін оны барлықтарыңыз білесіздер. Сондықтан әлеуметтік желіде арзан телефон көрсе ұшпаңыздар. Жан-жақты тексеріңіздер алдымен, одан кейін ғана алыңыздар.